Сәлем, қалайсың? Подфиз шаймен деген плейлист аштым. Бұл жерде жаңағыдай ақ халат киіп алып, хирургический костюм киіп алып, не жасағым келмеді ше, напряжение. Просто сенімен кухняда шай ішіп отқандай болайық. Екеуміз бірге шайдың үстінде подфиз талдап тастайық, хорошо? Так. Бұл жерде мынандай тема, короче, қара. Плейлист ашамыз, плейлисттің ішіне мен бүкіл ауыр видеоларды түсірем. Патофизиология деген не деген бүгінгі тақырып подкаст форматында, жаңағы лекция форматында болады. Сен қарап, жаңағы конспект жаз, түсінбейтін сұрақтарын комментарийде сұрам, хорошо? Әр видео 200 лайк жиналған кезде шығып отырады. Сол себепті лайк басып кет, достарыңа тарат, хорошо? Каналға тіркел, кеттік. Патофизиологиямен енді өзім қашаннан бері таныспын деген сұрақ. Так, екінші курстың екінші семестрінде подфиз сабағы басталды. Подфиз деген не? Пат деген жаңағы, пато деген страдание, физик деген жаңағы ғылым дейді. Бір сөзбен айтқанда, подфиз деген нәрсе бұл ауру адамның физиологиясын зерттейтін ғылым. Ал нормфиз бар, подфиз бар. Нормфиз сен сау адам физиологиясын зерттейсің. Адам нормада жүрегі қанша рет соғады, нормада өкпесі қалай істейді. Ал патологияда логично. Патология деген осы норманың бұрылуы, бұрылып кетуі все. Подфизбен екінші курстың екінші семестрінде кездестім. Бірінші сабақ өлім, жаңағы өлімнің түрлері, неше түрлі тақырыптар болды. Маған өзіме қызық болды. Неге? Себебі оның алдында физиологияның білімі болды. Сол себепті физиологияның білімі өте маңызды бұл жерде. Енді бастайық. Подфиз патологияны зерттейтін ғылым саласы. Жалпы подфиз бар, жеке подфиз бар. Ең бірінші жалпы подфизді өткізеді. Жалпы подфизде сен жаңағы қабыну, аллергия, ісік, тағы не, қышқылдық сілтілік үйлесімділік, перифериялық қан айналым бұзылыстары, сондай тақырыптарды өтесінші. Мелкий тақырыптар деп ойламам. Қабынуды білмесең, сен ертең жеке подфиз түсінбей қаласың. Жеке подфиз уже бөлімдерге бөлінеді. Жаңағы нерв жүйесінің патофизиологиясы, жүрек қан тамырының патофизиологиясы. Бұйырса оның бәрін жазамыз. Бәрін осылай түсіруге тырысам. Енді бүгін біз жалпы нозология, ауру деген не, жалпы қайдан шығып жатыр, подфиз врачқа не керек деген сұрақты талдауға көмектесейін. Подфиз врачқа симптомға дейінгі жолды көрсетеді. Мысалы, менің тісім ауырып тұр, или менің жүрегім ауырып тұр дейік. Көрініс беру бұл аурудың белгісі уже. Ауру басталып кетті болды. Осы белгіге дейінгі жолды, ортадағы механизмді патологиялық физиологияға зерттейді. Мысалы, ауру болу үшін не істеу керек? Яғни бір себеп болу керек. Подфизде себепті этиология деп айтады. Этиология деген ол ең оңай ғой, бұны түсіндірмесем де болады, сонда да бірақ айтып кетейін. Этиология ауруға алып келетін себеп. Екі түрлі бар: эндогенді этиология, экзогенді этиология. Экзогендіге бұл жаңағы химиялық, физикалық, биологиялық факторлар, химиялыққа дәрілік препарат, анау мынау, биологиялыққа жаңағы вирус, микроорганизмдер, саңырауқұлақтар, солардан жұғатын, жануарлардан жұғатын жаңағы аурулар. Ал физикалыққа келетін болсақ, ұрып алу, соғып алу, найзағай соғып кету, электр тоғымен соғылу деген сияқты неше түрлі проблемалар болады. Осы бізде экзогенді этиология. Түсіндің ғой? Эндогенді этиология деген адам ағзасының ішінде болып жатқан проблема. Ана жақта жөтеліп жатыр, естіліп жатқан шығар. Адам не үшін жөтеледі? Оған бір себеп бар, құрғақ жөтел болып жатыр. Неге? Вирус болуы мүмкін, острый бронхит. Вирус қайдан түсті? Вирус көшеден түсті, автобустан түсті. Вирус мұрынның шырышты қабаттарына енді, ары қарай қан айналымға кетті. Жергілікті реакция, адамның өкпесі қозып жатыр, ішінен бронхтары жаңағы қабынулық реакцияны сыртқа шығару үшін деген сияқты ғой. Жөтел бұл симптом. Оған дейінгі жол бар. Түсіндің ғой? Подфиз яғни өткен шақты түсіндіреді бізге. Өткен шақ. Не үшін керек? Симптомды жаттап алуға болады. Мысалы, жөтел, жөтел. Но сен егер ана жақта білмей тұрсаң, жөтел қайдан шықты, ертең дәрі беруде қиын болады. Мысалы, аяғын қайырып алды, аяғы ісіп кетті, оның емі қандай? Оны сен білу үшін қандай механизммен тоқтатамын деген сұрақтарды қоясың, хорошо? Нормфизда сен жаңағы жануарларға зерттеу жасадың. Бақаны алдың, үйттің, бүйттің. Енді подфизде неге зерттеу жасайсың? Адамға зерттеу жасай алмайсың ше? Сен қайдан білесің АПФ дегенді қалай шығарасың? Бауыр жеткіліксіздігін айту үшін сен қалай, ол қандай белгілер деген менде сұрақ болатын еді ше бұрын. Оказывается,
патологиялық физиологияда ауру жануарларға зерттеу жасайсың, ал норм физде сен сау жануарларға. Ауру жануарлар деген енді қалай ауру жануарларды табасың, оны сен ауыртасың. Мысалы, бүйрек жеткіліксіздігі керек болса, саған жануардың бүйрегін жеткіліксіз қыласың. Бауыр жеткіліксіздігі керек болса, бауырын жеткіліксіз қыласың. Вот. Патфизде осы ауру, сау адам деген физикалық, биологиялық, психикалық сау адам. Түсіндің ғой, сау адам деген осы үшеуін біреу кетсе, яғни ауру адам. Этиология деген ауруға алып келетін себеп, түрлері өте көп. Жаңағы одан кейін патогенез. Мысалы, мен қазір мына шай ішіп отырмын, шай ішіп отырмын. Шай ішу үшін маған не керек? Ең бірінші маған желание керек, шай ішемін деген. Желание менің миыма қайдан келді? Ну, допустим, телевизордан реклама көрдім, бірдеңе деген шай күшті екен деп. Реклама этиология болып менің желаниемді оятты. Қараймын, менің үйімде шай жоқ. Шай алу үшін не істеймін? Курткамды кием, ақшамды алам, телефонымды алып төменге түсем лифтпен, магазиннен шайды әкелем, тефальды қойып, су қайнатам, шайымды істеп ішем. Міне шайым тұр алдымда, бұл симптом уже. Ал шай осы жерге келем дегенше өткен жол, бұл патогенез. Түсіндің ба? Мысалы, инфаркт болу үшін жүрегі пышақ сұққандай ауру сезімі дейді ғой. Ол жол симптом бітті. Симптом уже клиницистер. Сен оны 4-ші, 5-ші курстарда өтесің. Мен сені дайындағым келіп тұрды, оған дейін сол симптомдар қалай келеді. Инфаркт болу үшін адамның жүрегінің тамырларында спазм болу керек. Атеросклероздық процесс ояну керек ағзада бірдеңе болып. Тығыздығы төмен липопротеидтердің деңгейі арту керек. Стресс болу керек. Көп факторлар кейін айтамыз әрқайсысын. Сонымен тамырдың ішіне май қатпары жиналады, жаңағы липидтердің асқын тотығуымен, майлардың асқын тотығуының кесірінен болады дейді атеросклероздың формалары. Оны тоже айтамыз келесі сабақтарда. Тамырдың іші бітеледі, қан жүрмей қалады, жүрек өледі, миокард. Нерв тіндері тітіркеніп, ауру сезімін береді. Міне көрдің бе? Мысалы, темекі ақ болуы мүмкін, или стресс ақ болуы мүмкін, инфарктқа алып келетін. Жаңағы шайға деген желание сияқты оятып жібереді этиология. Ана жақтан уж симптом берсе, все. Патогенез этиология мен симптомның жолы. Міне. Этиология, одан кейін симптом. Сау бол. Түшкірдім неге? Торсам мұрныма шаң келді. Мына жерде жаңа немен жуған ғой. Ферима бірдеңелермен жуғанша иіс шығып тұр. Хлормен ба, онымен мұрнымда тітіркендіріп жатыр. Мұрным қорғаныштық реакциясын қосып түшкіріп жатыр. Бұл уже норм физия, мен азан түшкіртіп жатыр. Аллергияда да түшкіруі мүмкін. Ол жаңағы мұрныма эозинофилдер жиналып, жергілікті тінді шырышты қабатын тітіркендіріп, осы түшкіру қорғаныс реакциясы қосылып кете береді. Патфиз осылай бір сөзбен айтқан кезде сен этиологияны өтесің, патогенез. Ауруды айтқан кезде біз этиологиясын айтамыз, патогенезін айтамыз, и симптомдарын айтамыз. Одан кейін емін айтамыз, асқынуларын айтамыз. Түсінікті ғой? Патан деген не? Патан не болады? Осы ауруды емдемесең не болады? Яғни патфиз өткен шақты үйретсе, патан саған келер шақты үйретеді. Мысалы, инфарктты емдемедің, келді, симптом болды, ары қарай не болады? Жүрек тыртықтанып қалады. Жүрек жеткіліксіздігіне алып кетеді деген сияқты. Патан саған көрсететін жол. Қуанышбек, егер емдемесең, адамда мынандай тема болады, сен уже біліп тұру керексің. Давление болса бүйрек бүріседі. Давление бола берсе, ары қарай инсульт болады деген сияқты келер шақты саған патологиялық анатомия үйретеді. Патологиялық анатомияда микро-макро препараттармен жаттап оқисың, онда тұрған қатты қиыншылық жоқ. Патфизді жақсы білсең, патан саған оңай болады. Қараш, патфизді түсіну үшін 8 жүйені жақсылап үйренуіміз керек, анатомия, физиологияны. Шипагер медициналық мектебі бар. 0-ден бастап мен саған үйретем. Анатомия, физиология. Патфизді осы жерден үйренесің. Но ол жерде де патфиздің сабақтары бар. Саған қосымша күшті білім болады. Тіркеліп қатыса берсең болады. Ол үшін сілтемеден өтіп жаз, қарашы. Подкаст пайдалы болған болса, достарыңа таратып кет. Бүгін бірінші сабақ патфиздің жаңа негізгілері ғой. Этиология дегенне, патогенез дегенне, симптом дегенне. Симптом аурудың белгісі. Симптомдар қосылып синдромды құрайды. Өтілген кезде, любой кезде өзің біліп тұру керексің да, неден не болып жатқанын, сол саған идеально көмектеседі. Все. Келесі подкастта кездескенше, келесі подкастымыздың тақырыбы резистенттілік, толеранттылық, ауру қандай кезде дамиды, жыныстың әсері, жастың әсері, иммунитеттің жағдайы бәрін мен саған түсіндіретін боламын. Осылай біз аз-аздан үздіксіз патфизді бірге үйренеміз.